Ассалаумағалейкум достар, сіздер Нарутоның негізі жаман кейіпкер екенін, оның ішіне жын кіріп кеткенін білетін бе едіңіздер? Наруто анимесінде сатанизммен байланыстар өте көп. Сонымен қатар бұл аниме көрермендерді алдау, арбау үшін және Нарутоның өзін шайтан басқаратынын сіздерге қазір дәлелдейтін боламын. Нарутоның қолына жақсылап зер аударып қараңыздар. Бұл символ іблістің символы. Және бұл символды сатанизмге, шайтандарға бағынатын адамдар қолданады. Иә, Наруто анимесін көрген болсаңыздар, олар түрлі техникалар мен күштерді шығару үшін қолдарымен неше түрлі жестерді, символдарды көрсетіп істеп жатады. Және сол символдар мен жестердің сатанизмдік, иллюминаттық, масондық жестермен ұқсастықтары өте көп. Нарутоның мына кейпіне назар аударыңыздар. Алла тағала шайтандарды оттан алаулап жасаған. Және Нарутоның жанып тұрған киімінен 666 санын байқауымызға болады. Ол сан сайтани сан, және ол санды тек қана Нарутоның киімінен емес, тағы да басқа нәрселерден байқауымызға болады. Мысалы, мына маскадан, және оның ортасындағы тесік бір көз деген мағынаны білдіреді. Тіпті Шаринганның өзінен осы символды байқауға болады. Тек қана бұл Шаринганда емес, басқа да Шарингандарда да осы 666 саны белгіленген. Ал мына Шаринганда ол сан бірден екі түрлі болып белгіленген. Ал мен сіздерге қазір оның бір ғана белгісін көрсететін боламын. Және сол сандардың жанында үш нүкте бар. Ол үш нүктені қосса үш бұрыш шығады. Ал мына Шаринганда иллюминаттардың ең мықты белгісі екі үшбұрыштың бір-біріне қарама-қарсы тұрғанын байқаймыз. Бұл 5 жұлдыз болып саналады, және бұл масондардың ең мықты белгісі. Мына Шаринганда да сатанизмдердің ең танымал белгілерінің бірін байқауға болады. Үшбұрыш және оның ортасындағы бір көз. Наруто анимесінде тек бұларда ғана емес, басқа да Шаринган, Ренингандарда да осындай сатанизмдік белгілерді байқауымызға болады. Және иллюминаттар, сатанизмге бағынатын адамдар бір көздерін жауып жүреді. Наруто анимесінде де сондай бір көздерін жауып көрсетпей жүретін кейіпкерлерді өте көп кездестіреміз. Сол кейіпкерлер сол көздері арқылы неше түрлі эффектілерді, яғни күштерді жасайды. Және өзге адамдарға қарағанда өздерін ниндзя, яғни өздерін асыра сілтеп күшті қылып көрсетеді. Нарутоның ішінде девятихвост, яғни 9 құйрықты деген түлкі жануар бар. Ол өте үлкен және өте мықты күшке ие жануар болып саналады. Және ол Нарутоның ішінде тығылып оған ой салып жатады. Сол жануарды ібліспен өте қатты ұқсатуымызға болады. Екеуінің суреттері де, кейіптері де бір-біріне ұқсайды. Және Наруто ашуланған кезде ашудың барлығын девятихвост, яғни 9 құйрық береді. Және ол сыртқа шыққан кезде өте жауыз кейіпкер болып барлығын қиратады. Адамның ішіне жын кіріп кеткен кезде де осындай болады. Бұларды жай ғана сәйкестік деп атай алмайсың. Нарутоның бұдан да көп ащы шындықтары бар. Егер осы видеода 1000 лайк жиналса, сол ащы шындықтарын айтатын боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.